Көрнекті әдебиеттанушы ғалым, сыншы, филология ғылымдарының докторы, академик Серік Смайылұлы Қирабаевтың туғанына 95 жыл. Ол 1927 жылы 23 наурызда Қарағанды облысы Жаңарқа ауданы Атасу ауылында дүниеге келген. Еңбек жолын 1951 жылы Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтын бітіріп, аспирантурада оқи жүріп, Қазақтың мемлекеттік көркем әдебиет баспасының аға редакторы, әдебиет және искусство журналының бөлім меңгерушісі, пионер журналының редакторы, социалистік Қазақстан газетінің меңгерушісі болған. Шығармашылық, ұстаздық өмір жолының көбі Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтының қабырғасында өткен. Ол қазақ әдебиетінің кафедрасының меңгерушісі, филология факультетінің деканы, институт ректорының оқу ісі жөніндегі орынбасары қызметтерін атқарған. Көп жылдар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының директоры болып істеген. Қазақ ғылымына сіңірген айрықша еңбектері үшін еліміздің ең жоғарғы еңбек қызыл ту, халықтар достығы, отан, екінші дәрежедегі барыс ордендерімен және көптеген мемлекеттік медальдармен марапатталған. Ол әдебиеттану ғылымы саласында теориялық тұрғыдан дайындығы зор, белсенді жазушыларымыздың бірі. Оның Спандияр Көпеев, Сәкен Сейфуллин, Жүсіпбек Аймауытов, Ғабиден Мұстафин туралы зерттеулері бар. Ғалымның әдеби сын мақалалары жарық көрген әдебиет және дәуір талабы, өнер өрісі, шындық және шығарма, высокое назначение, шындық пен шеберлік, тарих және әдебиет, өрлеу жолында тағы басқа еңбектерін жазған. Серік Смайылұлы зерттеуші, сыншы ғана емес, қазақ әдебиеті оқулықтарының да авторы. Оның 1952 жылдан бастап көп жылдар бойы қазақ әдебиетінен орта мектепке арналған көптеген оқулықтары жарық көрген. Қазақ әдебиетінің тарихы мен бүгінгі творчествосының мәселесіне белсене араласып келген білімді әдебиетшілеріміздің бірі. Ол талантқа құрмет, ұлт тәуелсіздігі және қазақ әдебиеті, әдебиетіміздің ақтаңдақ беттері, тәуелсіздік рухымен, өмір тағылымдары атты кітаптардың авторы. 2007 жылы 8 томдық таңдамалы шығармалар жинағы Валиант баспасынан шықты. Ғылыми кітапханамызда 2007 жылы академик Серік Қирабаев, біздің адал досымыз осы кітаптар болды. Енді ұрпақ игілігіне пайдасы тиер деген ниетпен кітапханаға тапсырып отырмыз, деп өзінің рухани құндылықтың қайнар көзі болып табылатын жеке кітапханасын сыйға тарту етті.